Баяғыда қазақ айтатын, шаңыраққа келін келді дегенше береке келді десеңші. Қазір шаңыраққа келін келді дегенше квартираның хозяйкасы келді деуге болады. Өйткені шаңыраққа келін түседі, білмеймін, қазір не екенін білмеймін, жігіттердің барлығы мамасы мен папасын көтергісі келе ме, білмеймін. Мама, ештеңе істеме, отыр, келін бәрін істейді. Қозғалма, осы жерде отыр. Папаны қасына отырғызып қояды, екеуі диванда отырады. Бүкіл жұмысты келін істейді, араласпа дейді. Екеуін түрін қарасаң, бүйтіп диванда отырады. Екеуіне қарасаң, как будто ауылдан келіп оқып отырған студенттер секілді біреудің жатқан жағы. Ештеңе істеме, отыр дейді. Келіндерді айтамын да, бұрын ұрысады дейтін еді, келіндер қазір үндемей жеңеді ғой. Қазіргі келіндер ұрыспайды, үндемей жеңеді. Ол бір новый тактика. Арасында әкеміз отырып айтады, жаңа су алып келші дейді мамамызға. Мамамның кухняға кірген түрін көрсеңіздер ғой. Кірме, істеме деп әбден үйретіп тастаған ғой. Мамаң өз тұрып, өзінің күнде барып жүрген кухнясына өзі кіре алмай. Баяғы ұл қызға араласпайықшы осы. Қазір қоғамдағы сол ғой, ажырасып кетпесін осылар. Өздерімен өздері болсыншы деп. Мамаң кірген көрсең кухняға. Су алайын деп келгем. Папаң су ішем дейді. Папаң залда отырады ғой, жаңа пленде отқан солдат секілді, мәшіп ал, су ішіп алды. Арасында папаң сұрақ қояды, келін не істеп жатыр деп. Мамамыз айтып қояды, үндеме, үндеме, бірдеңе істеп жатыр деп. Осы қазақтың түбіне жетіп жатқан осы үндеме, үндеме, айналғанда сол үндей алмай қалады да. Сосын арамызда әкеміз жібереді ғой. Сен енді анасысың ғой, барып үйретсейші енді. Келінді бірдеңе айтып тәрбиелеп жүрсейші, білмегені болса үйретіп жібер деп. Мамам орнынан тұрып барады. Қайтсын қазір, келіндер үйретіп жатырған қайдан білсін жаңағы. Келінге барып көмектескісі келіп бірдеңе айтып, келін деп айтпаймыз ғой, сол ғой. Тойда айтып қойғанбыз ғой, қызым деп айтам деп жаңағы. Аты жадыра болса жадыра деп те айтпайды. Жакөнай көмектесейін бе? Тіл қатпайды ғой. Сасқаннан мамамыз, жақсы мен Бәтимаға кеттім. Далаға шығып қарасаң, келіннен қашып Бәтима жүгіріп кетір. Шай жетін жер іздеп. Сосын екеуі есік алдында тұрады, қайдан барып шай ішеміз? Кімнің үйіне келін түскен жоқ, сол үйден барып шай ішейік та деп жаңа. Баяғыда қазақ келін түскен үйден шай ішетін, қазір келін түспеген үйді іздеп жүреді. Баяғыда келіндер үйдің ішінде аяқтың ұшымен жүретін, қазір әке шешемізді аяқтың ұшымен жүргізіп қойдық. Қазір келін ұйықтап жатса қуанады, наоборот. Ұйықтап жатыр, үндемеңдер. Жүріңдер, бәріміз шай ішіп алайық жүр. Тұрғыз анан, тұрғыз жүр деп. Баяғыда бала ұйықтап жатыр дейтін, қазір келін ұйықтап жатыр дейтін заманға жеттік. Қазір білмеймін, келін бір команда, қалғандары бір команда үйдің ішінде. Қалғандары үйдің ішінде спецназдар секілді. Білмеймін, сөйтіп бір ай өтеді, 2 ай өтеді, 3 ай өтеді, келін тіл қатпайды. 5 ай өткеннен кейін қазір осындайды естіп жатырмыз ғой. Папа мен мама қазір уже қол ұстасып келін балаға келетін болды деп. Келін бала, біз папаң екеуміз бөлек шығайық деп едік деп. Баяғыда келін бала келетін еді, бөлек шығайық деп. Қазір ата-ана үйден қашып жатырды. Біз өзіміз енді кей кезде ойлаймын, дұрыс қой. Ата-ана баласын бақытсыз болсын деп ойламайды. Осы аналар өздері сезіп тұрады келіндерін. Осы бір қызды көреді айтады, айналайын балам, ана кімнің бәленшенің қызын алшы, осы жақсы маған келін болады десе, біз жігіттер, ой, вкусымыз Анджелина Джоли ғой шіркін-ай. Ой, мама қойшы, ол оншамел, анау деп бір кукла Барби тауып аламыз. Сосын солмен алысасында жүресің. Әке шешеңе бірдеңе айтайын десең, өзің әке шешең, әйеліңе бірдеңе айтайын десең, балдарының шешесі. Екі ортада қазір еркектер жүреді, адвокат үйдің ішінде бәрін успокаивающий.
Мама не болып қалды, не болып қалды, мама не болып қалды? Не деп айтты, жаңа сөйтіп айтты ма саған, сөйтіп айтты ма, саған сөйтіп айтты ма, жаңа айтты ма, кәдімгі бетің айтты ма, не тұрып мама сөйтіп айтты ма, не қазір тұр. Не дейсің осы мен мама, постоянно осы бірдеңе дейсің де жүресің. Сен айтты дейді ғой. А бірінші мама айтты сосын сен айттың ба? Сен айтқан жоқсың, бірінші мама айтты ма? Ой, мама сен айтты дейді ғой, мен вообще ештеңе деп атаған жоқпын дейді ғой. А папаға айтты сосын сен жақтадың ба? Әрі жет, бері жет, айналғанда қазір еркек үйден қашып жатыр. Баяғыда әйел кетіп қалды дейтін, қазір күйеу кетіп қалды дейтін заманға жетіп жатырмыз да. Мен кей кезде ойлаймын, әйел адам шаңыраққа келін болып түскен кезде ешқайсысы ойламайды, осы шаңырақты мен басқарып алайыншы, осы күйеуімнің басына шығайыншы деп. Бүкіл әйел адам шаңыраққа келін болып түскен кезде басын иіп келіп шаңыраққа кіреді. Біз еркектер өзіміз екен ғой. Өйткені бір-екі сұрақ қояды, біз жауап бермейміз, мән бермейміз, әйелімізге мән бермейміз. Бірдеңе деп, сенен сұрайды, басқа кімнен сұрайды, сенің патшасы көріп тұр, сенің қожайыны көріп тұр. Айтады, қай көйлегімді киіп барайын, айтшы дейді. Көтпес пе көйлегім, маған алсың, біреуін кейін ал дейсің дейді. Не пісірейін десе, ойбай сен не пісіре аласың деп прикол ұстап қоямыз еще. Одан кейін ол өлсе де сенен ештеңе сұрамайды, өз дегенімен кетіп қалады екен. Жоқ, қиын ба деймін да, қиын ба? Қай көйлегімді киін десе, айт, көк көйлегіңді киде. Көк көйлегіңді киде. Сенен сұрайды ғой, басқа кімнен сұрайды? Сенен сұрайды ғой, басқа ешкімнен, көшедегі адамнан сұрамайды ғой, өтіп батырған. Көйлегін киіп шығып, айтыңызшы, қонаққа кетіп батыр едім, мына көйлекті киіп барайын ба, қалай ойлайсыз деп жүр. Сенен сұрайды. Тағы келіп бір жаққа барған, тағы бүгін немді киіп барайыншы, тағы да көк көйлегімді киіп бар деп. Сол көк көйлегің вообще шешпеші үстіңнен бар ғой. Сол көк көйлек саған жарасады вообще, керемет жарасады. Сен вообще сол көк көйлегіңді тастамайсың. Әйел адамға одан асқан бақыт жоқ, күйеу комплимент айтып жатса. Не пісірейін десе, айт, тойып тұрсаң да айт, осыны пісірші. Өйткені әйел адам мен еркектің миы ерекше орналасқан. Әйел адам ұйқыдан тұрмас бұрын, көзін ашпас бұрын, солардың проблемасы сол. Не пісірем, әбетке не пісірем, кешке не пісірем, әбетке не пісірем, кешке не пісірем, әбетке не пісірем, кешке не пісірем, кеше анам пісірем, бүгін анам пісірем, анам ұйқыдан көзін ашқанса ми ашып кетеді екен ғой солардың. Осыны пісірші, дүкенге барады, продуктысын алып кетіп, бітті, құдаға тыныш, құдаға айтыныш. Балдарымыз кей кезде келіп сұрайды, балдарымыз. Папа осылай істеп, біз айтамыз, кет шешеңнен сұрашы дейміз. Қалай шешеден сұра? Әкенің берген тәрбиесін ешбір мектеп бере алмайды. Оны шешесі де бере алмайды. Келіп сұрай ма? Қазір балдар бізден ештеңе сұрамайды, балдарымыз. Бәрі мамасынан сұрайды. Мама қайда барамын? Мама не істеймін? Мама не пісіресің? Мама бірдеңе, мама мынан кейін ба? Мама мынан кейін ба? Мама бүйтейін ба? Мама сөйтейін ба? Мама сөйтейін ба? Папалардан тек бір-ақ нәрсе сұрайды. Мама қайда дейді. Сонда айналғанда ертең 60-қа келген кезде вообще ана шаңыраққа керек емес болайын деп тұрсың ғой. Көбі еркектер төсін қағып жүреді ғой, мен ақша тауып жатырмын деп. Дұрыс, ақша тап, бірақ еркектің парызы тек ақша тауып емес. Әйел не істеп жатыр? Әйел қайда кетіп жатыр? Әйел не киіп жатыр? Әйел не ішіп жатыр? Ұлың не істеп жатыр? Қызың не істеп жатыр? Қандай телефонда отыр? Кіммен сөйлесіп жатыр? Телефон ұстап отырса, аш, қара, сен әкесің, имеешь право. Қазір ұл қыздарымыздың телефондағы код Пентагонның коды ондай емес бар ғой. Ашып қара, әкенің парызы ғой, үйдің ішінде қыз не істеп жатыр, ұл не істеп жатыр, әйел не істеп жатыр, соның барлығына бағыт бағдар беріп отырса дейді, сол шаңырақтың берекесі ешқашан кетпейді екен ағайын. Міне жаңа айтып жатырмын, балабақшаны таңдадық, мектебін таңдап бердік, университетін таңдап бердік, жоғары оқуын таңдап бердік, жұмысына да кіргізіп бердік. Bir жақында жақсы сөз естідім. Ата-ана келінді өзі таңдап берсе дейді, өз үйінде хан болып жүреді деген жақсы сөз.